Бәріне сәлем. Бүгін сіздермен ақуызды крем жасайтын боламыз. Мен бұл ақуызды кремді осындай түтікшелерге қолданған болатынмын. Өте жақсы, өзінің формасын ұстайтын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге ақуыз, кішкене тұз және қант керек болады. Менде бұл жерде 3 жұмыртқаның ақуызы. Ақуызымызды ыдысқа салмас бұрын біздің ыдысымыз өте таза және де ешқандай дымқыл болмауы керек, соны қадағалаймыз. Терең ыдысымызға ақуызымызды саламыз. Ақуызымыз салқын болуы керек. Үстіне шым-шым тұз саламыз. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай көпіршіктер пайда бола бастаған кезде қантымызды саламыз және тағы да миксерлеп аламыз. Өзінің формасын ұстағанға дейін миксерлеуіміз керек. Формасын жақсы ұстау үшін осындай крахмал қосқан болатынмын және де жақсылап араластырып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай формасын өте жақсы ұстады. Келесі видеода осындай қатпарлы түтікшенің рецептімен бөлісетін боламын.